Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет, құрма құтты болсын. Ас садақа қабыл болсын баршаңызға. Бір келістірген бір шаруа бар екен, мына бір арқамызда жағалас болып жатыр, күрес деген. Соны ұйымдастырушылар күрес қайда болмай жатыр, кім жағаласпай жатыр. Қазір жағаласатын заман емес, жүрекпен араласатын заман. Сондықтан мына әңгіменің басында, құрманың ортасында бүкіл алаш осы жиналған әуелі Құдайды, сосын әулие, әмбиені, ерлерді, пірлерді атап келген ел осы жерде ұйып отыру керек еді бүкіл әңгіменің алқасында. Енді бірақ іс ажарға тоймайды деген іс болғасын, көпшілік болғасын, ондай кем-кетік болар. Бірақ осы азға да берекет берсін. Құлақтарыңыздың құрышында осы жерде айтылған әңгімелер қалып жатса, ол да ұлысымызға даритын шығар деп ойлаймын. Ал аға бауыр, апа қарындас, ағайын тума жегжат жұрағат, бұл дүниеде, бұл қара жердің бетінде сізбен бізден бір-бірімізге жақын ешкім жоқ. Сол бірлікті ту етіп ұстаған алаштың ардагерлері, ел үшін еңіреп өткен ерлер болған, дін үшін еңіреп өткен пірлер болған. Қазақтың ұлы қасиетті мынау тарғыл тағдырлы Тарлан даласында мен білетін 3 ұлы пантеон бар. Біреуі әулиелердің сұлтаны, араб қазақ жұртының пірі, 18 жыл Раузатта, Мекке мен Мединада күллі ислам әлеміне имам ағзам болған, имамдық қылған, басшылық қылған дініне. Дініміздің ақырда туатын жұлдызының аты Әзірет Сұлтан Құлғожа Ахмет Яссауи бабамыздың пантеоны. Сол жерде бүкіл қазақтың астанасы, сол жерде бүкіл қазақтың игі жайсаңдары жатыр. Одан кейін мынау Жайықтың жағасындағы Сарайшық шаһары. Сарайшықта тұнау Аққу-көлді алтын жүз шайған Әз-Жәнібек ханнан бастап кешегі қазақтың Сарқат шекарасын шексіз кеңіткен Қасқа жолды Қасым хан бастаған Ноғай ордасының, Қазақ ордасының ұлы хан, ұлы билері жатыр. Міне осы пантеон. Одан кейін осы біздің Сейсем ата пантеоны. Сейсем ата, өздеріңіз білесіздер, Маңғыстаудың ойы мен қырындағы 360 әулиенің бірі, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың шәкірті. Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың Маңғыстауда бір қалипасы, екі қалипасы, бір қалипасының ұлы жатыр. Біреуі Мұса, Мұхаммед Ханафи Әзіретәлі Радиалатан Анхудың баласы Мұхаммед Ханафиядан тарайтын Мұса деген кісі Шопан ата деп аталады. Бір қалипасы. Қалипасы дегеніміз орынбасары деген сөз. Ол кісі кеткеннен кейін туыстауға рұқсат берілген адам. Екіншісі өзінің туған ағасы Садыр Шайхтың баласы Маңғыстаудың ойында Дәніспан деген тау екен. Дәніспанның басында Түркістанда Дәніспанның әкесі Садыр Шайх Данекен Дәніспанның басында Түркістанда оқыған 38 бала екен деп шалдарымыз айтып кеткен. Мұхаммед Дәніспан Зарнухи деген кісі. Ол кісінің туған жері Зарнух қаласы, Отырар қаласының қасында. Сол Зарнух қаласында Шыңғысхан садағын сарсағымға ілдірген ұлы Шыңғысхан бабамыз келіп атынан түсіп есігінен жаяу кірген. Бұл бақыттың қақпасы деп. Сонда қарсы алған бабамыз Шыңғысхан бабамыздың кеңесшісі болған Мұхаммед Дәніспан Зарнухи, Қожа Ахмет Яссауи бабамыздың інісі һәм халифасы мына Таушықтың қасында жатыр. Ол кісінің 9 мектебі Маңғыстауда. Ал енді одан кейінгі ерлердің пірі атанған міне Сейсем ата шың басында Аютөсте жатыр. Бұл кешегі жалғасқан силсала шынжырдың иелері шалдарымыз сол ерлердің пірінің басына әкеліп қасиетті аталарымызды жерлеген, жеткізген қайтып бірден болса да. Тұнау Бозашыда өлген Есенұлы Сейіт биді, мынау Елегажыда өлген Үргеніш байлы Сүйінқараны мысалы, сол жан-жақтан тұнау арқада өлгенде бәрін осы жерге әкеліп жеткізіп жерлеген. Жаңа мына Тұрсекең Ақсақал кімдер жатқан шет жағасына айтып кетті. Ол жерде кешегі қазақтың бас ханы, бас сардары, бас қолбасшысы болған Әбілқайыр хан, Баһадүр хан Қазы Сұлтанұлының кегін алған Ер Шотан Назарұлы. Сол Назар Сақидың 3-4 баласы жаңа айтылды ғой. Сақи Тастемірбай бастаған Майлан, Құдай берген Ер Шотандар сол жерде қоныс деп мәңгілік қонысын тапқан. Кешегі сол
Барақ Сұлтаннан кек алған 4 батырдың бірі кенже ұлы Ерғонай. Ерғонайдың 2 үйі бар, біреуі міне, біреуі жем бойында Ақмешіттің сыртында, мына Аралтөбенің мына жағында. Кеше Қалмақты жем бойынан қуып тазартқан ерлер, Қалмақтың далайламасы Қара Базарының 3 қызын алып келіп, бүкіл осы кіші жүздің 3 арысына беріп, содан 3 рулы ел таратқан Ерғонай. Мынау Қожаназардан тараған кешегі кемеңгер Кекілбаев бүгін 80-ге толып атырған. Егер Ерғонайдың себебі болмағанда дүниеде болмас еді. Ал одан кейінгі біздің туымызды ұстаған адайда Біржан едің арқуардай өзіңді енді қатын ұл туармай. Ерегес 2 толай болған жерде сүйекім жарқылдады сол бұқардай. Алдына аузына байтағала жан талаған. Сүйекім сөйлеуші еді қарқуардай деп кешегі сөз атасы Абыл атамыз мадақтаған ер сүйін қара. Оның атын қойған Жанұзақ батыр атамыз бастаған қаншама қыруар ұлы адамдар жатыр. 300-дің алдында 3 ананың 17 жасында жерменен таңбасын бөліп берген 17 жасында жаңа ат аталған Есенұлы Сейітби жатыр, ұлы би. Ол кісінің образын Әбіш Кекілбаев Үркер елең-алаң романдарында Мәті би деген атпенен алған образын. Енді бұның бәрін айтып ашсаң, кітап ашқандай қылып айта беруге болады, бірақ мынау уақыттың тарлығын ескеріп, оның бәріне тоқтала алмай тұрмын. Бірақ қасиетті бабалардың ісі ең болмағанда бір жұрнағы елдің құлағында қала берсін деген мәселе. Енді осындай шаруаны мынау азаматтар ұйымдастырып жатыр екен. Мен жаңа Атырау қаласынан келіп тұрмын. Атырауда осы қасиетті бабалардың бір задасы қазақтың жыр поэзия патшайымына атанған Фариза апамның 80 жылдығын өткізіп келіп отырмын. Бүгін ол кісінің туған жері Аққыстауда, Манашыда ол кісінің рухына бағышталған ас болатын еді. Мен айттым, Фариза апам тірі болғанда да мына бабаларының асына жіберер еді. Мен маған рұқсат беріңдер деп осы машинамен жетіп отырған бетім. Сол елдің сәлемін алып келдім, ас қабыл болсын деген. Аумин. Баршаңызға Құдай тағала асты қабыл етсін. Ұлы Абай келесі жылы 175 жылдығын күллі дүние тойлайын деп отырған ұлы Абай айтады. Арсыз дейді, сөз қыдыртып ел құтыртуға құмар дейді. Енді білекпен жағаласатын заман емес, жаңа жүрекпен араласатын заман дедім ғой. Енді біздің жан-жағымыздан төніп тұрған қатерлерді біліп отырсыздар. Көздеріңіз ашық. Сосын мынау ақпарат құралдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, ақыр заманда қалалардың арасы жақындайды деп. Қалалардың арасы, елдердің арасы, материктердің арасы бір-бірімен жақындап кеткен заманда бүкіл дүниенің хабары қазір қолымызда тұр. Міне алақандай. Пайғамбарымыз айтқан ғой, міне мынандай қара неменен сөйлесетін заман болады деген. Сахабалар түсінбеген кезде айтқан, кебісін алып көрсеткен, міне бүйтіп сөйлеседі деп. Міне соның ішінде тұр бүкіл әлемнің хабары. Дүниеден қандай қауіп қатерлер бар азғантай қазаққа. Мынау байтақ далаға қандай қатерлер төніп тұрған білесіздер. Бір жақта дажал тұр тісін қайрап. Бір жақта Мәжуж тұр күшін байлап. Соның ортасында жүріп аз қазақ тәнтенай болып, үшке бөлініп, 30 рулы тіске бөлініп, аузымызға келген оттап бір-біріміздің ғайбат айтамыз сыртымыздан. Көрімізді қазамыз жатып, руға бөлініп, тайпаға бөлініп, дінге бөлініп. Ал осындай масқарашылықты осы бабаларымыз кешіре ме? Ол рухтар риза болмай біздің ісімізде берекет бола ма? Ол берекетті келтіру үшін біздің жүрегімізді келтіру керек. Құл жиылып тас болады. Іліктірер алай болса, құл жиылып бас болады, біріктірер Құдай болса деп. Жүректі Құдайға байлау керек, әулиелердің, ақ пайғамбарымыз бен әулиелеріміздің жолына байлау керек. Бірдің басы Қожа Ахмет, бірдің соңы Бекет. Басқа саған не керек? Ой, сау. Аумин. Айтқаның келсін. Ал енді менің көріп тұрған мына жерде жаңа Бәйтерек байды айтты ғой, мына Сексематада жатқан Алашқа қайыр тиген жаңағы Үшназар, Қожаназар бабамызды, Саназар бабамызды айтты ғой. Міне сол жерде, осы жерде сол кісілердің біреуі жаңа Бәйтерек бай атақты. Жаңағы кешегі Ердосанның серігі болатын Көпмағамбет батырлардың ұрпағы, қазақтың атақты режиссері Сергей Әзімов ағам келіп тұр Алматыдан. Көріңіз жаңа. Міне, қолыңызды. Мына жерде Ақтөбеде жаңағы біздің бассардарымыз һәм жездеміз Әбілқайыр ханның басын көтеріп алып монумент ескерткіш орнатқан Ақтөбеден Зұлқожа
Қожайып деген ініміз келіп отыр, Шоңай атам баласы. Ой, сау ол. Оның інісі мынау Қамат. Қашаған атамның жырындағы Есқали Юсупов айтқан 4 қылыштың атын қойып кеткен екен әкеміз 4 баласына. Екеуі өмірде жоқ, Зүлқаджасы мен Самсам. Мына Зүлфқар мен Зүлқаджа мен Қамқам тұр міне екеуі. Көрініп қойыңдар бүйтіп қолдарыңды. Ой, сау ол. Саназар Сақидың ұрпағы Ақтөбеде рухани жаңғыруды басқарып отырған Мұхтар Мейіров деген ініміз келіп отыр. Саназар Сақидың ұрпағы. Қайдасың Мұхтар? Көрін қолыңды көтеріп. Мына Әбубәкір Кердер айтады. Сақилық деген керекті, сол сақилықтың бұтағы жәннатта болса керекті. Сол бұтақты тұтқан жан жұмаққа кіреді себепті деп. Сол айтқан бұл сақилар қазақтың кіші жүздің қолын атпенен жарақтандырған асыл тұқымды жылқыны суынан алсын, тарпаңынан алсын, кілең тұлпарлар дайындап, Жарназар да Жарылы, Құдайназарлы Саназар да Жаңайылы Қожаназар да сондай тұлпарларын баптап, жауынгерлерімізді жарақтандырып, жауға салып отырған сақилар, солардың ұрпақтарына құрмет, ұрықтарына үрмет. Ал енді мен бір осы Сейсем ата туралы бір толғанысымда оқып бергім келіп тұр. Давай, жібер. Сейсем ата туралы қазақтың қазіргі поэзиясында ең бірінші толғанған ақын, өздеріңіздің ұлдарыңыз қазақтың классик шайыры, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты, есілде менің шалдарым 30 құлашты орта деп, 10 құлашты орпа деп, мұныстырттың дөңінен 3000 шыңырау қазғанай деп жүрген Есенғали Раушанов бірінші Сейсем атаны жырға қосқан. Тұнау 70 жылдардың аяғында үзілдіріп, ізбелеп, түзбелеп, Маңғыстауда Маңғыстау қайырлы болсын сізге деп осындай оңды мұра қалдырған. Кісілігі керек, сол бір шалдардың ісмерсіп жүрген біздерге ісмерсідік ісіндік, сонда нәйні түсіндік. Аңғалдық, саған арбалдық, үстінде тұрып алтынның басқаның күмісіне таң қалдық. Жаттың ойын желкен қып, қанша мірет өртендік, қарайды бізге мүсіркеп. Маңғыстаудың ойында қазақы мықтылықпен көркемдік деп бабаларымыздың ұлы мұрасын сипаттаған Есенғалидың жыреді. Құдық қуып, құм көзіп, далада өріп, дара қонып, аңмен бірге, малмен бірге жүрген ел, дара қонып. Күндік жерден күмбезін жарқыратып жатыр міне өлген соң қала болып деп жырлаған. Ой, сау. Ал енді содан кейінгі толғаныс менікі деп есептеймін. Сейсем ата басында, Сейсемде қалды жатып аю төсте абыл жырау. Мына шаһар пантеоны адайдың, жатыр елдің небір қасқа жайсаңа, өлі қала, өркениет тағайбын тербеледі кешіп түнгі майсана. Бұл қоныстан шығады исі бақидың, ай толғанда күбірлейді көп дастан. Хақ кәләмі, хат нәмәні оқимын жыладасқан, қына басқан көк тастан. Көз алдыма қираған гіл кентім кеп, салмақ сөгіп, әруақ шөгіп еңсемнен, етегіне сүрінеді еңкілдеп, еркекпен боз аясында теңселген. Құлпытасқа өрнөксеккен зергердің, естілердей шапқысының саңғыра, ар қуа намыс үшін ел өлген ерлердің осы қазір шығатындай бірліні. Ана жерде Сүйінғара атамның баласы сатып алды Баһадүр тұр, құлпытасы жатыр. Сонда жазылған, Сүйінғара батыр ұлы сатып алды Баһадүр, ар қуа намыс үшін түрікпен жаудан 29 жасында опат болды деп. Опат бола аласыңдар ма ар мен намыс үшін қазір осы отырған ерлер? Кілең күмбез дулығадай шалқайған, міне дүр-дүр сілкінердей қаншаруақ, күмбездегі сәл қисайған жартайдан нұр шағылса кететін ай қансаулап. Ақ шейіттік кешу болып армана, өтпеттейсің бұл адайдың қайшалы, мына жатқан алталастың сардары кімге беріп кетті? Белгі Байсана. Байса мөрсіз менезеді түндей мұң, қаратасқа маңдай дұрам жетіліп, кеудемдегі өлі рухты үрлеймін, тірі әруаққа шырақ жағып отырып. Бағы безіп, кие көшіп құп қашқан, бағыдала бір күрсініп шашша бұ, жарқылдайды жұлдыздықты мүктастан бабам кеше мөрғіп басқан бес қару. Қақарлын кеп қаптаған гіл шейттен, жұлдызғанын саулатады тылсым көк, жебе таңба, самса үйшіп бейттен, жүрегіме қадалған шақ кіршілдеп. Ой, сау. Ой, бауырым. Ал, Серікбай бауырым, қайдасың? Серікбай, қайда тұрым? Барсың ба? Ал, айналайын Серікбай. Анауын осы жігіттер өтініш қылғанда екеумізге. Ал, барай бастайық, елдің тілегін айтайық деп екеуміз уәделесіп едік. Алла сыйласын, еліңнің ылғи алдында жүр. Құдай тілегіңді қабыл етсін, аман жүр. Ой, сау. Ал, мен айтқаным келсін.
Қадірлі ағайын, мынау ас беру рәсімі кеше бастау алып бірқатар мәдени спорттық шаралар өткізілді. Бұл шаралар жекелеген сақи азаматтардың демеушілігімен өтіп жатқанын айта кеткеніміз абзал. Азаматтарға әруақ Алла риза болсын, есесін Алла жеткізсін дейміз. Енді баршаңызды сол шаралардың жалғасын, аламан бәйгіні қазақ күресін тамашалауға шақырамыз. Және одан кейін тарап кетпеңіздер, осы жерде ата шапан тарату деген рәсім болады, сондықтан барлығымыз бір кісідей жиылайық осы жерге. Кішкене қысқарта тұрам, осы сюжетті тағы да жалғасы болады.